Саламатсыздар ма? Феодализм бөлімін оқып үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы орта ғасырлық қоғамда қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді. Бүгінгі сабақта қалалардың пайда болуының қоғамға алып келген өзгерістерін анықтаймыз. Сәттілік. 11 ғасырға қарай ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі артты. Мұның өзі қолөнердің ауыл шаруашылығынан бөлінуіне әкелді. Осы ғасырда қолөнер мен сауданың орталығына айналған қалалар пайда болды. Көптеген қалалар бұрынғы Рим дәуірінен қалған еді. Италияда Рим, Англияда Лондон, Францияда Париж және тағы басқалар. Олар ақсүйектер мен діни шонжарлардың мекен-жайлары немесе қамалдары болды. Қала тұрғындары феодалдарға қызмет етті, егіншілікпен айналысты. Қолөнершілер жасаған бұйымдар шаруалар қолынан шыққан заттарға қарағанда әлдеқайда берік те әдемі еді. Тәжірибелі шеберлердің бұйымдарын барған сайын көп адам керек ете бастады. Бірақ алым жинау кезінде ісмерлер жасаған бұйымдардың едәуір бөлігін феодалдар тегін иеленіп қоятын. Сондықтан қолөнершілер поместьелерден қашып кетіп, тапсырыс берушілер мен сатып алушыларды іздестіріп, бір орыннан екінші орынға ауысып отырды. Бертін келе кезбе қолөнершілер тұрақтана бастады. Олардың қоныстары жол тораптарының, өзен өткелдерінің бойында және қолайлы теңіз айлағына таяу жерлерде қалыптаса бастады. Мәселен, Оксфорд, Кембридж, Англияда, Майндағы Франкфурт, Германияда. Олар өз үйлерін ірі монастырлар мен атақты феодалдар бекіністерінің іргесіне салды. Мәселен, Страсбург, Аугсбург, Гамбург қалалары. Бұл жерде бург қамал дегенді білдірді. Бург, қамал, замок. Яғни бург деп қамал маңына қалыптасқан қалалардың атауына қосылған қосымша. Шіркеу төңірегінде қалыптасқан қала аттарына қосарлап Санкт, Сан, Сен деген тіркес жалғастырылды. Яғни бұл сөз әулие, святой дегенді білдіреді. Мысалы, Сен-Жермен, Сан-Антонио, Санкт-Петербург. Қазіргі заманғы қалалармен салыстырғанда, орта ғасырлық қалалардағы халық саны онша көп болған жоқ. Әдетте ол 5-6 мың адамнан аспады. Батыс Европаның тек Лондон немесе Париж сияқты бірен санан қалаларында ғана бірнеше ондаған мың тұрғын халық болды. Қаладағы ең кең жер базар алаңы еді. Оған таяу жерде қаланың бас шіркеуі собор орналасты. Қала тұрғындары алаңға қалалық кеңес үйі, ратуша салды. Қала халқының негізгі кәсібі қолөнер мен сауда бола тұрса да, қала тұрғындары көп уақытқа дейін ауыл шаруашылығынан қол үзген жоқ. Қала дуалдарының алдында өңделген егістік жерлер, бау-бақшалар жатты. Жайылымдық жерлерде табын-табын мал жүрді. Батыс Европа қалаларында көпке дейін көшелерге тас төселмеді. Жарық жағылмады. Көшелерінде тазалық сақталмайтын. Жауын шашынды кезде қалада адам аяғы алып жүргісіз батпақты шалшықтар пайда болатын. Өсіп келе жатқан қалаларға және король үкіметіне сауатты адам қажет болды. Саудадан түсетін пайданы есептеу, қалалық кеңестерде іс жүргізу қажеттігі туды. Қалаларда шіркеу мектебінен басқа да мектептер ашыла бастады. Олар жекеменшік немесе қала кеңесі қаржыландыратын мектептер болатын. Шіркеу мектептеріне қарағанда бұл мектептер жазу мен арифметиканы тәуір оқытты, табиғаттану жөнінде мағлұматтар берді. Европада 12 ғасырда тұңғыш жоғары мектептер, университеттер пайда болды. Олар атақты мұғалімдер бар қалаларда ғана ашылды. Бұларда оқу латын тілінде жүргізілді. Сондықтан бұл университеттерде көптеген елдердің жастары оқи алатын еді. Орта ғасырларда жоғарғы оқу бөлімі болған жоқ. Сондықтан университеттерде төменгі және жоғарғы факультеттер болды. Бастауыш мектепте латын тілінде школярлар 15-16,
Кейде 12-13 жасында университеттің даярлық факультетіне қабылданатын болған. Университеттердегі оқыту формалары дәріс, қайталау, пікірталас түрінде жүрді. Алдарыңызда тұрған университеттердің бейнесін қарайтын болсаңыздар, бұл университеттер бүгінгі таңда да жұмыс жасап тұрған әйгілі әлемдік маңызы бар университеттер. Орта ғасырларда қаланың пайда болуына, өркендеп өсуіне ғылым, білім, өнердің дамуы айтарлықтай үлес қосты. Солардың ішінде 13 ғасырда Англияда атақты ғалым Роджер Бекон өмір сүрді. Ол бақылаудың және тәжірибенің көмегімен ғана білім алуға болады деп дәлелдеді. Ағылшын философы, тарихшысы, саяси қайраткері Фрэнсис Бекон эмпиризм ғылымының негізін қалады. Ғылымның мақсаты деп көрсетті ол, табиғатты зерттеп, оны адамға қызмет еткізу. Ғалым магнитті стрелкамен және үлкейткіш шынымен тәжірибе жасады. Ғылым мен білімнің дамуына кітап басып шығару ісінің қалыптасуы зор үлес қосты. Европадағы ең алғашқы кітапты неміс шебері Иоганн Гутенберг 1445 жылы басып шығарды. Ақындар халық өлеңдері мен аңыздарды жинады. Феодалдардың соғыстағы ерлігі және басынан кешкен ғажайып оқиғалар туралы романдар мен дастандар жазды. Ақындар қиялы рыцарьдың бейнесін әсірелеп, ержүрек, қайырымды және әділет көрсетті. Халыққа кең тараған рыцарлық дастан Роланд туралы жыр 12 ғасырдың бас кезінде Францияда жазылды. Бұл дастанда ұлы Карл Испаниядан шегінген кезде граф Роланд отрядының ерлікпен шайқасып, қырғынға ұшыраған туралы айтылады. Испанияға жасалған басқыншылық жорық дастанында христиандардың мұсылмандарға қарсы соғыс ретінде бейнеленеді. Роланд мінсіз рыцарь ретінде суреттеледі. Ол мырзасына адалдық антын бұзбау үшін ғажайып ерлік жасап қаза табады. Роланд туралы жырда халықтың патриоттық сезімі көрсетілген. Сүйікті Францияға деген жырда арнайы сүйіспеншілік, жауға өшпенділік сипатталады. Отанына опасыздық жасаған феодалдар айыпталады. Франция қалаларында ондаған жылдар бойы мысалдар мен ертегілерден құралған түлкі туралы роман дастаны жиі айтылып жүрді. Дастанда жалқау ірі феодал аю, шіркеудің топас қызметкері есек, жемтік іздеп шар құрған жауыз рыцарь қасқыр, ақылды тапқыр қала тұрғыны түлкі бейнеленді. Түлкі қасқырмен тартыста үнемі жеңіп шығады, ал қораз, қоян, ұлу бейнелерінде кедейлерді жәбірлегенде оның өзі қиын жағдайға душар болады. Шаруалардың өмір жөнінде түсінігі халықтың ауызша шығармасында, өлеңде, ертегіде, балладада көрініс тапты. Орыс мемлекетінде князьдің әрбір ірі қаланың жылнамасы болды. Онда өтіп жатқан оқиғалар баяндалды. Жылнамашылар көбіне оқиғалардың күн сайынғы желісін сипаттап отыратын және шайқастар, дипломатиялық келіссөздер туралы егжей-тегжейлері есептер жазды. 1185 жылы Киевте белгісіз автор жазған Игорь жорығы туралы жыр ежелгі Русьтегі ең елеулі поэзиялық шығарма. 11 ғасырда Батыс Европада үлкен құрылыс басталды. Қарапайым ағашпен жабылған жайдақ төбелер тас күмбездермен алмастырылды. Оны қалың қабырғалар ғана көтере алатын еді. Сол уақыттағы құрылысшылар ежелгі Римнің сәулет өнерінен көп үлгі алды. Сондықтан да 11-12 ғасырларда құрылыстарды роман ғибарат деп атайды. 12 ғасырдың аяғынан бастап мырзалардың өктемдігінен құтылған қала тұрғындары сауда үйлерін, ратушалар, соборлар, ауруханалар, қонақ үйлерін сала бастады. 12-15 ғасырлардағы құрылыстар готикалық деген аталды. Құрылысшы шеберлердің
шеберлігінің одан әрі өсе түсуі ауыр, доға тәріздес күмбездерді неғұрлым жеңіл, шошақ күмбезбен алмастыруға мүмкіндік берді. Енді қалың қабырғаның керегі болмай қалды. Қаракөлеңке роман храмынан өзгешелігі готикалық соборлар үлкен терезелермен жарқырап көрінеді. Қайталанып келетін аркалары, сәнді құрама күмбездері, тіреулермен безендірілген биік мұнаралары, осылардың бәрі аспанмен тілдескендей әсер беретін. Ең үлкен готикалық собор мұнарасының биіктігі 150 метрге жетіп, Мысыр пирамидаларынан да асып түсті. Орта ғасырлардағы мүсін өнері сәулет өнерімен тығыз байланыста болды. Соборлар құдайларды, епископтарды, корольдерді бейнелейтін мыңдаған бедерлермен және мүсіндермен безендірілді. Роман шеберлері адам денесін көбіне жүдеу, бет бейнесін кескінсіз, титықтаған етіп бейнелейді. Соборлар адамның қиналысын немесе шаттығын барынша жеткізу үшін, олар адам бейнесіне көбіне жұпыны пішін берген бейнелермен көмкерілді. Роман мүсіндеріне қарағанда готикалық мүсіндерде адам бейнесі дәлірек берілген. Киім қыртыстары, денесінің кескін пішіні айқын байқалады. Дарынды шеберлер өмірде көрген нанымдарын бере білген. Адамның сырт келбетімен қатар ішкі сұлулығына зейін қоюшылық аңғарылады. Роман храмдарының қабырғалары суретке толы болатын. Олар суреттерден құлшылық етушілерге әулиелер мен құдайдың сұсты бейнелері қарап тұрғандай. Ал готикалық соборлардың қабырғаларында бейнелеу өнеріне орын аз берілді. Аса үлкен терезелері қорғасын құрсаулармен бекітілген мозаика сынықтарынан құрастырылған сурет әшекейге толы болатын. Витраж арқылы храм ішіне түскен күн сәулесі колоннада, төбе мен еденде жалт-жұлт ойнап, храмға ерекше салтанатты көрік берді. Бейнелеу өнерінің аса зор жетістігі кітап миниатюрасы болды. Ашық салынған суреттерде орта ғасырлардағы адам өмірінің барлық жағы бейнеленді. Суретшілер көпке дейін алыстағы мен жақындағының көлемі жағынан бірдей етіп бейнеледі. Сондықтан да нәзік нәрсенің өзі де тұрпайы сияқты болып көрінетін. Витражда, миниатюраларда шаруалар мен қолөнершілердің еңбек үстіндегі жағдайы көрсетілді. Рахмет балалар зейін қойғандарыңа. Енді бүгінгі сабағымызда оқып үйренгенімізді бекітейік. Ол үшін мен сіздерге бірнеше тапсырма әзірлеп келдім. Бірінші тапсырма сәйкестендіру кестесі. Мұқият болайық. Кестедегі ұғымдарды дұрыс жауаптармен сәйкестендірейік. Сәттілік. Рахмет. Енді өз жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көріңіз. Сіз қаншалықты бұл тапсырманы табысты орындадыңыз. Устав. Цехтың барлық мүшелері атқаруға міндетті ережелер. Шебер. Шеберхананың ең басты қызметкері. Цех. Шаруашылықтың томаға тұйық сипаты. Натуралды шаруашылық. Шаруашылықтың томаға тұйық түрі. Шаруаларда, оның қожайындарда еш нәрсені сатып алмады. Ақша тауарлы шаруашылық. Жекеменшік және шаруашылық қатынастары арқылы өндірушілердің бір-бірінен оқшаулануы. Рахмет. Егер жауаптарыңыз сәйкес келіп жатса, өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ранжирлеу әдісімен сіздерге берілген мына суреттердегі ғимараттардың үлгісін анықтап, кестеге толтырыңыз. Екі архитектуралық ғимараттың үлгісін ажыратыңыз. Екі архитектуралық ғимаратқа сипаттама беріңіз және олардың ерекшеліктерін талдаңыз. Сәттілік. Рахмет. Енді жауаптарыңызды тағы да дұрыс жауаптармен тексеріп алайық. Алдарыңызда берілген
Трир және Көлн соборлары. Трир соборы романдық үлгідегі ғимарат. Оған қара көлеңке қалың қабырғалы ғимарат екендігі көрініс береді. Ғимараттың ерекшелігі мұнда доға тәріздес ауыр күмбездер байқалады. Яғни Трир соборы роман стилінде салынған архитектуралық ғимарат. Ал Көлн соборына қарайтын болсақ, готикалық үлгідегі ғимарат, себебі мұнда көп терезе байқалады және биік мұнаралары бар. Ғимараттың ерекшелігі жеңіл шошақ күмбездері бар ғимарат. Рахмет, балалар. Бүгінгі сабақ сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді Шолер табақшасы арқылы бағалап көрейік. Егер сізге сабақ өте ұнаған болса, сіз осы жерде чатқа Ж деген әріппен белгі беріңіз. Егер сабақ ұнап, бірақ бір-екі сұрағыңыз бар болса, С деген жауап жазыңыз. Ал егер сабақта қиналып, көп нәрсені түсінбей қалған болсаңыз, Қ деген әріппен белгі беріңіз. Рахмет. Назарларыңызға. Келесі сабаққа дейін.